Бәріңізге қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен құйрық майды дұрыс пайдаланудың екі әдісін айтатын боламын және қосымша ақпараттар беретін боламын. Бізге осындай тұздалмаған құйрық май қажет болады. Құйрық май бұл қойдың құйрығының түбінде дөңгеленіп жиналған майды құйрық май деп атайды. Бізге тұздалмаған түрі қажет болады. Жіңішке етіп осылай екі бөлікке кесіп аламыз. Бұл құйрық майды пайдаланудың бірінші әдісі, яғни тіземіз немесе қолдарымыздың буындарымыз ауырған кезде, әсіресе үлкен кісілер ауырған кезде салқын тиген жерлерге таптырмас емдердің бірі. Жіңішкелеп кесіп алған құйрық майдың ортасын осылай толықтай емес жартылай ғана кесіп шығамыз. Бұл қазір бізге бетіне бұрыш сепкен кезде арасына кіру үшін толықтай бұрыш сіңу үшін қажет болады. Қара бұрышты осылай себеміз, аздап жағып шығамыз, толықтай сіңу керек қара бұрышымыз. Бұл әдісті ауырған жерімізге, тіземіз болуы мүмкін немесе қолымыз болуы мүмкін, салқын тиген жерлерімізге компресс жасап, қазір тағамдық бізге пленка қажет болады, сонымен орап жасайтын боламыз. Екі данасын осылай дайындап алдық. Енді тағамдық пленкамызға осылай үстіне қоямыз. Бұл әдісті біз тұрақты түрде бір апта көлемінде жасау керекпіз. Ауырған жерімізге тұрақты түрде күнде жатарда кешкісін салып қойып, таңға дейін ауырған жерімізге қойып қойсақ, әсері болады және тұрақты түрде бір жеті көлемінде жасау керек. Дәл осы жасағанымызды бір апта көлемінде қолдана берсек болады. Ол үшін қолданып болғаннан кейін холодильникке қойып қойсақ ештеңе етпейді. Міне осылай бетін жауып қоямыз, содан кейін холодильникке қойып қойсаңыздар болады. Қолданатын кезде ашып қолдана береміз. Міне көрсетілгендей қыздар екеуінде жақсылап бетін жауып қойып холодильникке қойып қоямыз. Қолданатын кезде ашып, осындай мата қажет болады бізге, немесе орамалмен жасасаңыздар да болады. Ашып, осылай пленкасымен бірге қоямыз. Ауыратын жерімізге май жағын жабыстырып, жақсылап байлап қоямыз. Білегімізге немесе қолымыз ауыратын болса, салқын жерлерге, қақсаған жерлерге өте таптырмас емнің бірі. Дәл осы күйінде қолданып болғаннан кейін холодильникке қоя берсеңдер болады. Келесі қолданатын болсаңыз тағы да осыны ашып қолдана бересіздер. Келесі әдіспен бөлісемін достар, сіздермен құйрық майды осылай ұсақтап турап алып шыжғыратын боламыз. Құйрық майды біз жалпы тамаққа қоссақ та дәм беріп майы шығатын болады және шыжғырып осылай шыжығын жеп қалған майын емдік ретінде қолдансақ та болады. Бұл майды жалпы біз мұздатқышқа сақтаймыз. Қолданатын кезде алып жұмсартып қолдана берсек болады. Тұмау болған кезде созылмалы жөтелге құйрық майды еріген майын ыстық сүтке қосып ішсе, тамақтағы жөтелдің қақырығын түсіреді және жөтелді емдейтін болады. Құйрық майды өзіңіз қалауыңызша жарты бөлігін ғана осылай шыжғырып қойсаңыз да болады. Міндетті емес барлығын бірден шыжғырып тастау. Осындай ешқандай май құймаймыз. Құрғақ табанның үстіне тураған құйрық майларымызды осылай саламыз. Оттың астына орташа көлемде қоямыз. Өзінің әбден майы шығады. Біздің майымыз осылай еріп, майы бөлініп шығатын болады. Қалған бөліктері бізде бұл шыжық деп аталады. Бұны біз бала кезімізде өте көп жейтін болдық. Дәл осындай түсті болады, сары түске немесе қоңыр түске енеді. Біздің отымыздың асты өте қатты тұрмауы керек. Баяу отта немесе кішкене орташа отта тұруы керек. Себебі қатты отта тұрса, бұл күйіп кететін болады. Осылай бөлінген шыжықтарын тарелкеге бөлек салып аламыз. Бұны біз нанға қосып жесектер де болады. Немесе өте көп шықса, сіздерде пакетке салып, морозилькке салып тастасаңыз да болады. Жегіңіз келген уақытта табаға ысытып алып жей беруге болады. Міне осы нанның үстіне қойып жесек өте дәмді болып шығады. Бөлініп шыққан майды біз ішінде осындай қалдықтары қалып қойды. Сүзгінің көмегімен шыны ыдысқа, сүзгінің көмегімен осылай сүзіп құямыз. Міндетті түрде осындай шыны ыдыс болуы керек. Пластмасса ыдыс жарамайды.
қақпағы жабылатын ыдыс болса жақсы. Құйрық майдан осындай бөлініп шыққан майын салқын тиген кезде ыстықтай қасықпенен ішсе ағзаға өте пайдалы. Сонымен қатар бұл майды балалар ауырған кезде арқасына, тамағына, алақанына ыстықтай жақса аздап ертіп, бұл қақырықты жібітеді, салқынды шығарады. Уақыт өткеннен кейін осылай қатып қалады. Шетінен алып аздап темір ыдысқа жібітіп баланы ысылай бересіздер. Оттың асты жай отта болу керек және қарап тұру керек, себебі тез қызып кетеді.